Баршаңызға сәлем. 2020 жылғы Рамазан айындағы ораза ұстау кестелерін және биылғы өзгерістер туралы ақпараттар беремін. Биыл Рамазан айы 24 сәуірде басталып, 23 мамырға дейін созылады. Қадір түні мамыр айының 19-на 20-сына қараған түні болады. Осы жылы пітір садақаның мөлшері адам басына 370 теңге деп белгіленді. Карантин кезінде мешіттерде жұма, тарауық, күнделікті жамағат намаздары уақытша оқытылмайды. Сонымен қатар, мешіт пен қоғамдық орындарда ауызашар берілмейді. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы шариғат бойынша балиғатқа толған ақыл-есі дұрыс әрбір мұсылман Рамазан айында ораза ұстау парыз екенін жеткізеді. Дегенмен, ораза ұстамаса болатын санатқа кіретін жандарды да айтып өтті. Олар жолаушыларға, сырқаттанған немесе денсаулығы нашар адамдар ауруының асқынуынан қауіптенетіндерге және дәрігер денсаулықтары күрт нашарлап кетуі мүмкін деген адамдарға, сонымен қатар жүкті немесе омырауда баласы бар әйелдерге ораза тұтуды кейінге қалдыруға шариғат рұқсат берді, дейді бас мүфти. Сондай-ақ, елдегі төтенше жағдайға байланысты тарауық намазы мешіттерде жамағатпен оқылмайтыны белгілі болды. Бұл вирустың таралып кетпеу мақсатында жасалып отыр. Әрі қарай 2020 жылғы әрбір Қазақстан қаласының ораза ұстау кестесін ұсынамын. Және де төмендегі описаниедағы сілтемені басу арқылы сайтқа кіре аласыз. Канал ұнаса, подписаниені басып, лайк қойды ұмытпаңыз.